Аэрофлот Open 2024 аяқталды. Қазақстандық шахматшылар арасында ең жақсы нәтиже көрсеткен Қазыбек Ногербек. Оның қарсыласы Денис Хисматуллин. Кеттік. D4, ат F6, C4, E6, ат C3, піл B4, Немцович қорғанысы E3, Акиба Кивелевич Рубинштейн варианты. Польшаның мықты шахматшысы. Патшаны сайғырыздық, піл D3, D5, орталыққа міндетті түрде сарбазды қою керек. A3, DC, піл C4 және піл E7. Бұл жерде әрине қарсыластың орталығын күшейтудің қажет жоқ. Артқа қарай піл E7, піл уәзір E2 және C5. Бірден негізгі орталыққа қысым көрсетесіздер. Жедік, ат F3, ат C6, B4, піл D6 өте жақсы, сауатты екі жаққа қойды. Оң жаққа және сол жаққа P2 және A6. Піл D3, уәзір E7, тура D1, тура D8, ашық жол өте маңызды. Патшаны сайғызық, піл D7, піл B1, H6, енді алдын ала мына торларды, мына іс-әрекеттерді болдырмау, бұлай және атты негізгі орталыққа қойды. Ат негізгі орталыққа қойды, сол себепті өте жақсы. Ат D4, ат G6, G3, мына F4-тегі, піл E5, тура D2, піл E8 және тура D1, тура C8. Бәр дайын, қаралар өте жақсы өздерінің ойыншыларын орналастырды. F4 түсініксіз шешімдердің бірі, жалпы өткені неге босқадан-босқа мына патшаны әлсіретеді. Соған миым жетпей тұр. F4 жедік және E5 қос соққы. Біріншіден F4-ке және екінші мына D4-тегі. Мұнар әдемі, әрине, әдемі орналасқан, бірақ ешқандай пайда жоқ. Жедік, уәзір E5, бұл деген бөлініп қалған жартылай ашық жолдағы сарбаз, сол себепті бұл болашақта тек қана қаралы ақтардың қиналатын нәрсесі. Тура D3, уәзір G5, уәзір E3 және ат негізгі орталыққа барды. Жедік, мынау енді не айтуға болады? Бұл оқшауланған сарбаздардың бірі және бұл изолятор дейді. Енді кәсіби тілмен айтқан кезде. Бұлай және ат C4. Не айтуға болады? Денис Хисматуллин әдісше өзінің аумағынан бірде-бір рет асып шыққан жоқ. 30 жүрістің ішінде бірде-бір рет мына өзінің 1, 2, 3, 4-нен шыққан жоқ. Сол себепті A1 жедік, бұлай C4 қайтып келді. E3 бұл енді 8 аяқ ат, сіздер жақсы білесіздер деген ойдамын. D2 піл C6, мына изоляторға оқшауланған сарбазға шабуыл жасап жатыр. Бұлай шах, бұлай жедік, F3 қайтадан 8 аяқ Knight Octopus және қос соққы, жедік, F2, G4. Мүмкіндік бар болса, нығайтып алу керек. Үлкен қиғаш жолды басып алу керек. A2 және тура C3. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл енді қызықтыру әдісі деп аталады. Жедік, ат E4 шах және ат C3. Осымен ойын аяқталды. Не айтуға болады? Денис Хисматуллин 2559 қартайып қалыпты. Өйткені бірде-бір рет мына қарсыластың аумағына кірген де жоқ. Тек қана өзінің аумағында. Ал егер сіз өзіңіздің аумағыңызда жүретін болсаңыздар, ешқашан қарсыласты жеңе алмайсыздар.